Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мен Сұлтан Құрманғазы, Сарыағаш аудандық орталық кітапхананың қызметкері. Ауданымыздың жастар ресурстық орталығының бастамасымен бастау алған мен оқыған бір кітап атты марафонын жалғастыра отырып, сіздерге Бауыржан Момышұлы атамыздың 30 томдық кітабын оқуға кеңес беремін. Себебі Бауыржан атамыздың 30 томдық кітабын оқыған жігіт елін сатпайтын болады. Қиындықтан қорықпайтын болады. Әскерден қашпайтын болады. Жанұясын тастамайтын болады. Сабырлы болады. Көреген болады. Байқағыш болады. Сұңғыла ғой, Бауыржан атам сұңғыла. Көрмейтіні жоқ. Ер азаматқа тән қасиеттің бәрі бар ғой бойында. Қазіргі тілмен айтқанда красавчик қой. Сол Бауыржан атамыздың кітабын оқыған жігіт те красавчик болады. Сол қасиеттің бәрін бойына дартады өзінің. Содан мен осы марафонды ауданымыздың жастарына және де Сарыағаш ауданының номер 4-ші мамандандырылған мектеп-интернатының директоры Мұрат Дәне мырзаға жолдаймын.